Сәлеметсіздерме, мен доктор Жагадишвар Гоуда Гажаговни. Мен роботтық онкологиялық хирургпын. Хайдарабад қаласындағы Аполло қатерлі ісік институтында, Аполло ауруханаларында Кальян-Нагарда жұмыс істеймін. Біз сіздерге роботтық хирургия және оның қатерлі ісік еміндегі рөлі туралы түсіндіргіміз келеді. Негізінен, роботтық хирургия бұл робот көмегімен жасалатын қатерлі ісікке қарсы операция. Бұл толықтай тәуелсіз роботтық операция емес. Яғни, роботтық хирургияның жабдықтары мен құралдары хирургтың саусақтарына мастер-слейв механизмі арқылы жалғанады. Хирург консольде отырып операция бөлмесінде жатқан науқасқа қашықтан операция жасайды. Міне, бұл робот көмегімен жасалатын операция. Бұл көлікке сияқты автономды емес, яғни роботтың өзі толықтай дербес операция жасамайды. Себебі науқасқа операция жасау кезінде шешім қабылдау, ауруды қаншалықты алып тастау керек екені, және бұл операцияның нақты қажет пе, жоқ па екенін анықтау керек. Екіншіден, робот көмегімен жасалатын операция ашық немесе лапароскопиялық операцияларға қарағанда ұлғайтудың арқасында тиімдірек. Көру мүмкіндігі 5-10 есеге дейін ұлғаяды. Бұл арқылы бәрі анық көрінеді, және тіндерге зақым келтіруді барынша азайтуға болады. Сонымен қатар, біз лимфа түйіндері мен ұсақ қан тамырларын жақсырақ көре аламыз. Бұл тамырларды бақылауға және лимфа түйіндерін тиімдірек алып тастауға көмектеседі. Яғни, бұл қатерлі ісік таралуы мүмкін деп күтілетін жасушалар орналасқан аймақтар. Үшіншіден, роботтың ішінде дірілді сүзгіден өткізетін арнайы бағдарлама бар. Яғни хирург қанша тәжірибелі, жасы 70-80-де болса да, қолындағы діріл операцияға әсер етпейді. Аспаптар дірілденмейді, қозғалып кетпейді. Бұл үлкен артықшылық. Кеуде қуысы сияқты қол жетуі қиын немесе тік ішектің төменгі бөлігіндегі күрделі аймақтарға да оңай жетуге болады. Себебі аспаптар кішкентай әрі олардың ұшында арнайы буын бар. Біз аспаптарды әртүрлі бағытта қозғалта аламыз. Лапароскопиядағыдай тек түзу қозғалыс емес. Мұнда аспаптарды бұрып, өңеш ісігі, тоғыз ішек ісігі сияқты маңызды құрылымдарға оңай жетіп, операция жасауға болады. Тағы бір үлкен артықшылығы, біз қосымша аг, яғни эндоцианин жасыл бояуын қолдана аламыз. Бұл лимфа түйіндерін анықтауға немесе кеуде түтігі сияқты құрылымдарға зақым келтірмеуге мүмкіндік беретін Firefly технологиясы. Осының бәрі өңеш ісігі сияқты, яғни кеуде қуысындағы өңеш ісігі кезінде үлкен артықшылық болып табылады. Өкпе ісігі кезінде де бұрын үлкен тілік немесе торакотомия жасау қажет болатын еді. Оның орнына біз роботтық хирургияны жасай аламыз. Сол уақытта үлкейту, көру мүмкіндігі және құралдардың энді білегіндегі дірілсіз бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы біз зақымды азайта аламыз. Сондықтан операциядан кейінгі асқынулар азаяды. Алынған лимфа түйіндерінің саны көбірек болады және науқастың қалпына келуі жылдамырақ өтеді. Жұмысқа оралу уақыты да қысқарады. Бұл үлкен артықшылықтар. Тағы бір қызықты сала тоғыз ішек қатерлі ісігі. Мұнда жамбас құрылымы әр әйел мен еркекте әртүрлі болады. Сондықтан біз мүмкіндігінше төменге дейін жетіп, диссекцияны алып тастай аламыз және колостомия жасау ықтималдығын азайтып, немесе ЭК арқылы жақсырақ қан айналымын қамтамасыз етіп, анастомоз жасай аламыз. Роботтық хирургияның тағы бір рөлі қалқанша безі, мойын қалқанша безі ісіктерінде, немесе ауыз қуысы қатерлі ісігінде сәулелік терапиядан кейінгі қайталануларда бұлар үлкен тілік жасауды талап етер еді. Біз қолтықтан немесе емшек ұшы аймағынан, яғни екі жақты сүт безімен қолтық арқылы операция жасай аламыз. Бұл қашықтан жасалатын, мойында тыртық қалдырмайтын қалқанша безін алып тастау операциясы. Негізінен бұл емдеу мен әсемдікті қатар алып жүретін тәсіл. Міне, осы оның артықшылығы. Тағы бір жайт. Жұтқыншақтағы ауыз қуысы қатерлі ісіктері сәулелік терапиядан кейін қайталанса, оларды алып тастау үшін үлкен тілік қажет болар еді. Егер ісік кішкентай болса, роботты ауыз қуысы арқылы енгізіп, ісікті алып тастай аламыз. Сондықтан бұл асқынуы аздау процедура. Тіпті сүт безі қатерлі ісігінде де жаңа инновациялық әдіс бар. Біз бір порт арқылы робот көмегімен сүт безіне операция жасаймыз. Әсіресе тұқым қуалайтын гені, оның науқастарда емшек ұшымен айналасын сақтап, бір уақытта имплант қоюға болады. Урологиялық операцияларда, мысалы, бүйректі сақтап, қайтадан тігіп шығатын ішінара нефректомия жағдайларында бұл өте оңай, себебі роботпен тігу лапароскопиямен тіккеннен әлдеқайда тиімді. Одан бөлек, простатектомияда жүйке талшықтарын сақтау өте маңызды, себебі бұл қуықты ұстап тұру мен жыныстық қабілетке тікелей әсер етеді. Простатектомияда бұл өте маңызды әрі пайдалы.
Сондай-ақ урологиялық операцияларда, мысалы, кондуит жасау, қол обыры сияқты жағдайларда да бұл өте пайдалы. Одан бөлек оң жақ гемиколектомия, асқазан обыры, лимфа түйіндерін алып тастау, медиастинальды ісіктер. Бұлар роботтық хирургияны қолдануға болатын әртүрлі салалар. Қарапайым жағдайларға емес, әсіресе күрделі операцияларда көп тігіс қажет болғанда, ісікке жету қиын болғанда және науқастың тез әрі жақсы қалпына келуін, тіліктің кішірек болуын қалайтын кезде қолданылады. Осындай жағдайларда роботтық хирургия қолданылады. Apollo әрдайым озық әрі инновациялық технологиялардың алдыңғы қатарында болды, және бізде ең соңғы технология бар. Біз роботтық хирургияны шамамен 14-15 жыл бұрын бастадық, және роботтың барлық буындарын, бірінші, екінші, үшінші буындарын көрдік. Қазіргі уақытта бүкіл Үндістанда 4-ші буындағы роботтық қыса барлық жерде қолжетімді, және бұл жаңа буын. Ол нақты жағдайлар, нақты көрсеткіштер мен нақты артықшылықтары бар адамдарға қолжетімді. Роботтық хирургия мүмкіндіктері тиісті жағдайларда дұрыс тәсілмен және емдеу мен косметикалық нәтижеге қол жеткізу мақсатында қолданылуы мүмкін.